Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді болып шығатын гүл мантының рецебін ұсынамын. Және мантоваркада емес, қазанда пісіру әдісін көрсетемін. Ол үшін ең алдымен қамырымды илеп дайындап қоямын. Оған кішкене суға осындай тұз қосып, тұзымыз ерігенше кішкене араластырып аламыз. Одан соң үстінен еліктен өтіп дайын тұрған ұнымды қосып, дәл мантының қамырындай етіп, қамырымды илеп дайындап аламын. Қатты емес, орташа тығыздықта қамыр иленіп шықты. Целлофанға салып, иі қанғанша 15 минутқа қоя тұрдым. Осы арада арасына салатын салмасын дайындап алдым. Тартылған еттің үстінен барынша ұсақ етіп турап, осындай картоптарды қостым. Пиязды майдалап турап қосып, дәміне қарай тұз және қара бұрыш қосып, салмамды жақсылап араластырып алдым. Осы орайда мен салмам кішкене майсыздау болып көрінді де, кішкене сұйық май қосып, тағы бір салмамды араластырып дайындап алдым. Осымен біздің салмамыз дайын болды. Енді иі қанып дайын тұрған қамырымды алып, үстелінің үстіне молырақ ұн себе отырып, оқтаудың көмегімен қамырды үлкейтіп жайып шығамын. Жаю барысы барлықтарыңызға түсінікті деп ойлаймын. Жайған қамырымның көлемі үлкендеу болғандықтан осылай ортасынан кесіп алдым және өзіме орауға ыңғайлы болатындай ортасынан тағы бір бөлікке бөлдім. Қамырдың көлемін әрине өз қалауларыңызға қарай кессеңіздер де болады. Қамырды осылай сұйық маймен майлап, салмамды ортасына ұзынша етіп осылай біркелкі қылып салып шықтым. Қамырды бір-біріне беттестіріп, гүлдің формасын келтіріп, жақсылап орап шығамыз. Менде өте әдемі гүлдің формасы шықты. Енді қазір пісу барысында жан-жағы ашылып кетпес үшін қолымыздың көмегімен осылай жақсылап тығыздап шығамыз. Енді табада қуыратын көкөністерімді дайындап аламын. Алдымен сәбізді осылай ирек етіп турап алдым. Әдемірек көріну үшін. Картопты ирелек етіп, пиязды барынша ұсақ етіп турап дайындап алдым. Осы арада қазанды қыздырып дайындап қоямыз. Қызған қазанымыздың үстінен кішкене май құйып, қызып тұрған майға пиязды қосып 5 минут қуырып, оның үстінен сәбіз бен картопты қосып, барлығын араластырып бір қуырып алдым. Достар, барлық заттың құрамы мен мөлшерін астыдағы тұрған описание бөліміне жазып қалдырдым. Дәміне қарай қара бұрыш, паприка, тұз және бір ас қасық томат пастасын қосып, үстінен кішкене 200 граммдай су құйып, бетін жауып, су қайнағанша 5 минутқа қоя тұрдым. Су қайнағаннан кейін қазанымыздың үстіне жаңағы түйіп қойған мантымызды салып пісіріп аламыз. Бетін жауып 35-40 минутқа қалдырамыз. Осы арада біздің тағамымыз пісіп дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте әдемі әрі дәмді болып пісіп шықты. Және асты қамыры жабысып қалады деп ойламаңыздар. Қамыры да дара-дара болып пісіп шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Егер сізге видео ұнаған болса, лайк басып және подписация батырмасын басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.